Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Әлидің үйі. Бүгінгі сабақта айналаны ауызша немесе жазбаша таныстыруды үйренесің. Жаңа сөздерге назар аударайық. Алдында, артында, жанында, қарсы, жер үй. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Сен қайда тұрасың? Айналаңда не бар? Айтып бер. Үлгі. Менің алдымда үстел тұр. Менің артымда терезе бар. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, айналаңда не бар екенін айтып бер. Іске сәт. Екінші тапсырма. Әлидің үйінің айналасын сипаттап бер. Үлгі. Үйдің алдында гүл өсіп тұр. Оқушылар, іске сәт. Әлидің үйінің айналасын қалай сипаттадық? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Әлидің үйінің алдында гүлдер өсіп тұр. Үйінің артында бақ бар. Жанында гараж тұр. Гараждың алдында мәшине тұр. Үйінің айналасы шарбақпен қоршалған. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Үшінші тапсырма. Көршіңмен бірге рөлдік ойынға қатыс. Бірің Әли бол. Әлиге сұрақ қойыңдар. Үлгі. Әли, сенің үйіңнің артында не бар? Менің үйімнің артында алма ағаштар бар. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, рөлдік ойын ойнаңдар. Іске сәт. Төртінші тапсырма. Тыңда және жауап бер. Мәтінді тыңда. Суретпен салыстыр. Суретте қандай нәрсе дұрыс берілмеген? Әлидің үйі. Мен жер үйде тұрамын. Менің үйім жаңа. Үйдің артында бақ бар. Онда өрік пен шие өседі. Оларды менің атам отырғызды. Үйдің алдында тек гүлдер өседі. Менің үйімнің жанында гараж бар. Қазір әкемнің көлігі гараждың ішінде тұр. Үйдің оң жағында көрші жоқ. Сол жақта көршіміз бар. Оқушылар, тыңдаған мәтінді суретпен қалай салыстырдыңдар? Суретте қандай нәрсе дұрыс берілмеген? Бірге тексерейік. Суретте көлік дұрыс берілмеген. Әлидің әкесінің көлігі гараждың ішінде емес, гараждың алдында тұр. Сонымен қатар, үйдің артындағы бақта өрік пен шиеден басқа алма ағаштары да өсіп тұр. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Бесінші тапсырма. Сұрақтардың жауабын оқы. Оның сөзі неліктен қолданылып тұр? Бұл кімнің үйі? Бұл Әлидің үйі. Оның үйі қандай? Оның үйі үлкен. Оқушылар, оның сөзі неліктен қолданылып тұр? Ойланайық. Оның сөзі неліктен қолданылып тұрғанын осы ережеден білетін боламыз.
оның үйі, оның гаражы, оның көршісі, оның атасы. Тәуелдік жалғау жалғанған сөз көбінесе ілік септікпен байланысады. Ілік септіктегі сөз тәуелдік жалғаулы сөзбен тіркесіп қолданылады да, ілік септіктегі сөз иеленуші зат адам болады. Ал тәуелдік жалғаулы сөз соның меншігі соған тиесілі я қатысты зат болады. Мысалы, Әлидің үйі. 6-шы тапсырма. Көп нүктенің орнына 5-ші тапсырмада берілген қосымшалардың тиістісін қойып жаз. Оқушылар, іске сәт. Көп нүктенің орнына қандай қосымшаларды қойып жаздық? Бірге тексерейік. Оның ағашы, шиесі, бағы, үйі, көлігі, досы. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың осындай болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақтан не үйрендік? Айналаны ауызша немесе жазбаша таныстыруды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасайық. Барлықтарыңның білімдерің шыңдалды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 27-ші бет, 7-ші тапсырма. Әлидің үйі туралы айтып бер. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.